Қайырлы күн, оқушылар. Қазір бізде математика сабағы. Біз математика сабағымызда саяхатқа шыққанбыз. Бірінші саяхатымызды Астана қаласынан бастаймыз. Балалар, сіздер білесіздер, Астана қазір Нұр-Сұлтан болып аталады. Сондықтан оқулықта Астана болып кеткенмен, біз Нұр-Сұлтан болып сөйлеп айтуымыз қажетпіз. Бүгінгі математика сабағымыздың тақырыбы құрама есептер және Нұр-Сұлтанға саяхат. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты есептерге талдау жасап, оны шығаруды үйрену. Құрама есептер дегеніміз не? Құрама есептер дегеніміз біздер балалар өткенбіз. Бұл 2 немесе 3 амалдан тұратын есептер. Жай есептер тек бір амалмен ғана шығарылса, ал құрама есептер 2 немесе одан да көп амалдармен шығарылады екен. Сабағымызды бастамас бұрын біз бірінші есімізге түсірейік. Есеп неше бөлімнен тұрады? Дұрыс жауап. Есеп 4 бөлімнен тұрады. Шарты, сұрағы, шешуі, жауабы. Сол жағында әріп өрнек, оң жағында сан немесе санды өрнек болса, бұл не деп аталады? Дұрыс балалар. Бұл теңдеу деп аталады. Кесінді деген не? Ол ненің көмегімен сызылады? Кесінді екі жағы шектелген түзу. Біз оны өлшеммен өлшеп, және оны сызады екенбіз. Сызғыштың көмегімен сызады екенбіз. Қосу амалымен жазылған өрнек қалай аталады? Қосынды деп аталады. Азайту амалымен жазылған өрнекті қалай атаймыз? Айырма деп атаймыз. Өте жақсы. Бәйтерекке барлықтарыңыз барып көрген боларсыздар. Енді осы бәйтерекке келгеннен кейін біздер бірінші тапсырманы орындайық. Ең бірінші есепті шығар, кері есеп құрастыр, оны шығар дейді. Ең бірінші есепті оқып танысамыз. Нұр-Сұлтанды көру үшін әрқайсысында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Нұр-Сұлтанға балаларға қарағанда мұғалімдердің неше есе кем келді? Бұл жерде оқушылар бізде не белгілі? Есеп бізде Нұр-Сұлтан қаласына барған адамдар туралы, яғни балалар барған және мұғалім барған. 8 баладан 3 топ. Біз бір топта 8 бала екен біліп тұрмыз. Сондай 3 топ бар екен білдік. Және 6 мұғалім. Енді біздерге есеп сұрайды. Балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді деп. Біз балалар бұл есептің шартын жазамыз және шешуі мен жауабын табамыз. Сіздер бұл есептің шарты мен жауабын былай тексерулеріңізге болады. Міне балалар 8-ден 3 топ. Мұғалім белгісіз 4 есе кем. Бұл жерде біз енді кері есеп құрастырып жатырмыз. Белгісіз 4 есе кем. Міне балалар, біздер бірінші 8-ді 3-ке көбейтіп 24 бала екенін таптық 3 топта. Және мұғалімнің неше мұғалім екенін таптық. Бұл біздің бірінші тапсырмаға кері есеп құрастырғанымыз. Балалар білеміз, көбіміз Хан Шатырға барған болармыз. Хан Шатыр өте әдемі, манағы төбесі әйнекпен жасалынған жақсы әдемі ғимараттың біреуі. Енді бұнда біздің тапсырмамыз үшінші тапсырма. Есептерді оқимыз. Асын мен сіздерге дайындап оқып қойдым. Бұны асында шарты беріліп тұр, шешуі беріліп тұр, және жауабы беріліп тұр. Сіздер осы есепке қарап, тапсырманы өздеріңіз орындайсыздар. Келесі біздің тапсырмамыз 4-ші тапсырма. Осы сандарды қалай жылдам қосуға болады? Бізде бірінші берілген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне осы сандарды рет-ретімен қосқан ыңғайлы ма? Әлде өзімізге оң көлемде сандарға толтырып қосқан ыңғайлы ма? Соны қараймыз. Мына жерде кестеде көріп тұрсыңдар. Саяхатқа бірінші туристер тобы келген, екінші туристер тобы келген, барлығы қанша деп беріліп тұрген.